Тамыз айының басы. Далада күн қапырық. Үлкен ағам, мен және Зарина жеңге үшеуміз ауылға барамыз деп шештік те, ағамның Нивасын түрлі заттарға лық толтырып алдық. Сондағысы көбіне киім мен құрылыс материалдары. Бұған дейін ағамның микроавтобусы болатын. Кузовына ұсақ-түйектің бәрін қиналмай-ақ ыңғайластырушы едік, бірақ оны сатуға тура келді. Енді міне шағын Ниваға заттарымызды қалай сыйғызарымызды білмей қалдық. Киім толы сөмкелер көліктің алдыңғы орындығын ғана емес, артқы орындықтардың 1/3 бөлігін алды. Сондықтан қалған үшеуміз 2 орындықты бірдеңе ғып бөлісуіміз керек. Рөлге мен отырайын дедім. Сондағысы артқы орындықты жеңгеммен бөлісіп отыруға ыңғайсызданып тұрмын ғой. Армандапсың, деп жиды ағам. Жап-жаңа Нивасының шанағын маңғаздана сипап. Енді сенің тізеңе отыруға тура келеді деп күрсінді жеңгем. Кел, көрейін, ауырсың ба? Келемеш деп Заринаның белінен құшақтадым да көтеріп қалдым. 50 килограммдай ма? 52. Болды, жібер, деді ол. 32 жастағы келіншек үшін Зарина сырт көзге әлі де оқушы болып көрінетін. Бірақ менің сыныптастарымның тек бірнешеуінің ғана денесі осыншалықты сымбатты, тартымды еді. Екеумізге бір орындыққа сыйысып отыруға тура келді. Мына көліктерді кім жасайды екен, а? Жайғасқаным сол еді, басымның Ниваның төбесіне кеп тірелді де қалды. Жеңгем тіземе келіп отырғаны сол еді, аяғымды бірден жылы ауа құшты. Үстіне қысқа жеңіл көйлек киген, ішінен емшек қап пен шілтерлі трусиктары сығалап тұр. 1,5 метр ғана бойымен басы төбеге жетпейді. Ағам рөлге отырды да айнадан бізге көзін қысты. Жолға шықтық. Көлік бірте-бірте жылдамдықты ұлғайта бастады. 10 километрдан кейін асфальт төселмеген ауылды жолға түстік. Бір шұңқырдан кейін екіншісі. Жеңге ағаммен шекілдесіп, қайдағы әңгімелерді айта бастады. Мен болсам төбеге қайта-қайта ұрына берген басымды қорғау үшін аяғымды кеңірек ашып, төменірек отыруға тырыстым. Осылайша жеңгем менің ауымның үстінен бір-ақ шықты. Айтпақшы, мен қысқа шолақ шалбарда ғана едім. Күн ыстық болған соң ішінен тіпті дамбалда кимеппін. Заринаның үлкен бүксесі мен көліктің үнемі селкінуінен менің серігім ояна бастады. Ұялғаным-ай, әрине жеңгем құйрығына ердің жыныс мүшесінің тіреліп тұрғанын қалай сезбесін. Алайда әрі қарай мен күтпеген жағдай орын алды. Заринаның аяқтары баяу ашылды да, оның жұмсақ тәні менің тәніме тигенін сездім. Бұл оның күнтемесі болғаны сөзсіз. Жеңгем түр бермей ағаммен баяғыша сөйлесе берді. Бірақ олардың әңгімелерінде шатағым жоқ. Бар ойым көлік шайқалған сайын қатайып жатқан мүшемде. Ең терең шұңқырда Ниваның қатты секіргені соншалық, менің серігім Заринаның күнтемесіне 1 сантиметрға кіріп кетті. Әрине, арамызда менің шолақ шалбарымның, оның жұқа көйлегінің, одан бетер жұқа іш киімінің матасы бар. Бірақ мұның бәрі мүшеқаппен бірдей емес пе? Яғни, мен жеңгемнің ішінде болдым деп есептесек те болады. Жеңге бір мезетке тына қалды да, артынан дым болмағандай ағаммен әңгімесін жалғастырды. Дәл осы сәтте мен оның шырындарының қалай аққанын сездім. Біраз уақыт осылай отырдық. Мен оның күнтемесін сездім, ал ол жаңа сөздер бөле бастады. Қозғалмай отыра бергеннен аяқтарым үйіп қалып, артқа жылжыдым. Ал Зарина маған ілесті де, күнтемесімен менің мүшемнің ұшына жайғасты. Мен алдыға берілгенде, ол осы әрекетін артымнан қайталады. Шалбар, көйлек, іш киімдерге қарамай, бір-бірімізді
аймалауға кірістік. Біраз уақыттан кейін оның санын сипалай бастадым. Ол басын еңкейтіп, қолымның қимылдарынан көзін алмады. Тым батылсынып кеттім, білемін. Бірақ бөксесін баяу көтеріп те көйлегінің астындағы дымқыл дампалын сипаладым. Ортаң саусағымды матаның арасына жібердім. Мүшем бірден тас болып шыға келді. Бұдан да батыл әрекетке көшу керек. Сол қолыммен шалбарымды түсіріңкіреп, мүшемді шығардым. Зарина бақырайып, одан көз ала алмады. Бұл ол үшін сырттан шыққандық болған сияқты. Мүшемнің ұшы сөлдерден жылтырап тұр. Саусағымды оның күнтемесінен шығардым да, іш киімін тізесіне дейін түсірдім. Зарина бұрылып маған қарады. Жүзінде құштарлық пен кінәнің айқасы. Не істерін білмей тұр. Өз-өзіне келуге уақыт бермей, серігімді күнтемесіне тақадым. Дәл осы сәтте машина тағы бір шұңқырдың үстімен өтті. Болды, мен Заринаның ішіндемін. Кері шегінуге кеш. Жеңгем маған толық отырған бойда 18 сантиметрлік мүшем ішінде үшті-күйлі жоқ болды. Осы күнге дейін Заринаны ешқашан сексуалды жағынан қарастырмағаныма іштей таңғалдым. Талдырмаш мүсінді, ал күнтемесі 18 жасар арудікіндей тар әрі дымқыл. Екеуміздің де демалуымыз ауырлады. Қуанышқа орай көліктің шуы бізді жасырып, ағам ештеңе сезіктенген жоқ. Артқы орындықта ес-түссіз сезімге берілдік. Бірер минуттан кейін шыдамай жеңгемнің ішіне шауқатымды септім де, оған ең керемет ләззат сыйламақ болып, делеткісімен ойнай бастадым. Құдайым-ау, деп шыңғырып жіберді ол. Шынына жете, не болып қалды? Деді уайымдап қалған ағам айнадан бізге қарап. Жай, деп тіл қатты. Бірден есін жиған Зарина, келгеннен кейін мына заттардың бәрін кіргізуіміз керектігі есіме түсіп кетті. Ағам тек күліп, Құдайға шүкір, інім ер жетті, көрмейсің бе, нағыз еркек, Әбіржіма, өзі-ақ бәрін реттейді, деді. Я, дөп айтқан. Мен тағы да оның әйелін аймалауға кірістім. Себебі мүшем қайта оянып, тойдың жалғасын сұрады. Бірнеше минуттан кейін Заринаның ішіне екінші порция шауқат құйылды. Жол бойы Заринаны итеріп, жеңгемнің ішіне 3 рет жібердім. Оның неше рет ләззат алғанынан шатасып та қалдым. Біраздан кейін ағама ұйқысы келгенін айтып, көзін жұмды да менің үстімде рахаттанып отыра берді. Мен мұндай мүмкіндікті жіберемін бе? Оның ішін сипап, делеткісін аймауға кірістім. Ауылға келісімен киімдерді тасып тастадық.